Ем жүргізілу барысында біз қандай да бір препараттарды бірге қабылдауға болмайтын жағдайларды ескеруіміз керек. Яғни дәрігер пациенттен сіз қандай да бір уақытқа дейін дәрі қабылдап жүрсіз ба, күнделікті ішетін дәріңіз бар ма деп сұрау өте маңызды. Себебі егер де сәйкес келмейтін дәрілер бірге ішілетін болса, олардың әсер ету механизмі төмендеп, бір-бірінің күшін әсер етіп жойып жібереді, тіпті адам өміріне қауіпті болуы мүмкін. Біріншіден антибиотиктер мен кок препараттары. Кок деген кәдімгі контрацептор. Екіншіден лопирамид пен кальций. Үшіншіден супрастин, тайлол, тирафлю деген препараттарды ішуге болмайды. Төртіншіден немесил диклофенак және варфарин препараты. Бесіншіден тетрацикл мен темір, кальций препаратын және антацидтерді ішуге болмайды. Осы жерде қазір әрқайсысын жеке тоқталатын боламыз. Антибиотик пен кок препараттар неге бірге қабылдауға болмайды? Кок дегеніміз жалпы ол контрацепт, яғни жүктіліктен қорғайтын дәрілер. Егер де біз бұл препараттарды бірге қабылдайтын болса, олар бір-бірінің тиімділігін төмендетеді және жүкті болу қаупін арттырады. Енді осының себептеріне тоқталайық. Біріншіден, ішектегі микробтар гормондардың сіңуін жақсартады. Яғни гормондарыңыз ағзада ұзақ уақыт сақталады және де ұзақ уақыт жүктіліктен қорғайды. Ал антибиотикті ішкен кезде ол ішектегі пайдасыз барлық бактерияларды, микробтарды жояды. Гормондар дұрыс сіңірілмей қалады. Сондықтан да гормондардың көп мөлшері нәжістен сыртқа шығып кету жағдайлары кездеседі. Екіншіден, көптеген антибиотиктер бауыр ферменттерінің жұмысын ынталандырады, нәтижесінде гормондар қатты бұзыла бастайды. Сондықтан қандағы контрацептордың концентрациясы төмендеп, сонымен бірге жүктіліктің алдын алу тиімділігін де төмендетеді. Келесі бұл бізде лопирамид пен кальций. Лопирамид дегеніміз диареяға қарсы, яғни понос болған кезде соны тоқтататын препарат. Енді осы лопирамидтің негізгі әсер ету механизмі ішек моторикасын тежеу, бірақ кальцийдің де жанама әсер ретінде осындай жағдайға алып келеді. Сондықтан осы екі препаратты ішкен кезде болатын комбинациясы өте ауыр ішқатуларға алып келуі мүмкін. Егер де сіз лопирамидті тағайындайтын болсаңыз, міндетті түрде кальций препараттарын уақытша тоқтату керек. Келесі препарат бізде бұл супрастин мен тайлол және тирафлю препараттарын қабылдауға болмайды. Енді супрастин дегеніміз бізде антигистаминді, яғни аллергияға қарсы қолданатын бірінші буынды жүйке жүйесіне әсер ететін препарат. Ал тайлол мен тирафлю баршаңыз білесіздер, бұл суықтағанға қарсы қолданылады. Бұл екеуінің де жанама әсері ұйқышылдық, сондықтан да міндетті түрде көлік жүргізетін кезде бұл препараттарды қабылдамаған абзал. Егер де қазіргі таңда суық тиіп жүріп бұл препаратты, яғни тайлол, тирафлю ішетін болсаңыз, антигистаминді, яғни супрастинді бірінші топтағы препараттарды қабылдамау керек. Немесе осы жүйке жүйесіне әсері аз болатын екінші, үшінші буындағы препараттар бар бізде. Тельфас, эриус, кларитин деген сияқты соларды қабылдауға кеңес беремін. Келесі препараттар ол бізде немесил мен диклофенакты варфаринмен қабылдауға болмайды. Немесил мен диклофенак ол бізде қабынуға қарсы ауырсынуды басатын стероидты емес препараттар. Олардың жанама әсер ретінде қан ұюдың төмендеу, яғни қанды сұйылтады. Сондықтан да ал варфарин бізде антикоагулянт, оларда қанды сұйылтуға, қанның ұюын төмендетуге алып келеді. Егер екеуін бірдей қабылдайтын болсақ, ол адам өміріне қауіпті қан кетулерге алып келеді. Тетрациклин деген антибиотикті біз темірмен, кальциймен, антацидтермен бірге қабылдауға болмайтынын ескеруіміз керек. Бұл тетрациклин антибиотигін темірмен ішетін болса, бұл сіңуін төмендетіп тастайды. Ал кальциймен бірге ішетін болса, ағзада кальций тұздарының түзілуіне, яғни олардың организмде тұнып қалуына, мысалға бүйректе тас жиналуына дейін алып келеді. Ал антацид дегеніміз бізде ол асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде қолданады. Бұл тетрациклиннің сіңуін азайтады. Енді антибиотиктерді қабылдау кезінде біз темірді, кальцийді және де антацидтік препараттарды қабылдауды уақытша тоқтатуымыз керек.